Қызым, бүгін екеуміз үй тұмар жасаймыз. Үй тұмар жасаған келе ме? Жақсы, үй тұмар қызым, ерте ата-бабаларымыз кезінде үй тұмарды теріден жасайтын. Теріден жасап, оны қабырғаға іліп қоятын. Міне, қазір қызым екеуміз осы үй тұмардың ішіне осындай мақтаны салып, әдемілеп тігіп қоятын боламыз. Қызым, осы үй тұмар бұрынғы кезде ата-бабаларымыз үйлерінің қабырғасын іліп қоятын. Үй тұмар тіл-көзден сақтасын деп, пәле-жаладан сақтасын деп, үйдің амандығын алып келсін, үй махаббатқа толы болсын деп қабырғаға іліп қоятын. Қазір екеуміз осының ішіне мақтатып, әдемілеп тігіп қоятын боламыз. Сен сондайды жасай бер. Жақсы. Ал мен осыны тігіп қоямын қазір тездетіп. Қызым, әдемілеп, асықпай сал, жақсы ма? Сол кезде әдемі болады. Қане, қызым, енді әдемілеп екеуміз тігіп қояйық. Қызым, қараш, қандай әдемі үй тұмар болып шықты. Өте керемет, оюларын қараш, өте керемет болып шықты. Енді біз оны қабырғаға іліп қоямыз. Біздің үйімізді тіл-көзден сақтайды. Қараш, керемет, жанымыз сол. Қандай ақылдысың, менің көмекшім. Кәне, маңдайынан бір иіскейінші.